Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз өте дәмді вафельницасыз дайындалатын вафлилер дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды, қантымызды салып, аппақ масса пайда болғанша миксермен араластырамыз. Бізде осындай масса пайда болғаннан кейін миксерді өшіреміз. Сосын үстіне сүтті құйып, тағы да миксермен бір араластырып аламыз. Содан соң жұмыртқалы массамыздың үстіне ұнды електен өткізе отырып қосамыз. Ұнды бірден салуға болмайды, 3-4 бөлікке бөліп саламыз. Біздің қамырымыз тым сұйық, тым қою болмау керек, тура осындай консистенцияда болуы керек. Енді орташа отта қызып тұрған табамызға жарты ас қасық қамырымызды саламыз да жұқалау етіп жайып шығамыз. Мен қатты жұқа қылмадым, себебі мен вафлидің жұмсақ болғанын қаладым. Егер сіздер вафлидің хрустящий қытырлақ болғанын қаласаңыздар, қамырды жұп-жұқа етіп жаюымыз керек. Вафлилеріміздің екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Өте тез піседі. Мінекей біздің оп-оңай дайындалатын вафлилеріміз дайын. Міндетті түрде дайындап, дәмін көріңіздер. Бұл вафлилердің ішіне әртүрлі крем жақсаңыздар да болады. Сіздермен болған Раушан.